Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін ерекше өте дәмді орео пирогын жасайтын боламыз. Ең біріншіден қамырымызға кірісейік. 100 грамм қант, 1 жұмыртқа, ерітілген сары май. Егер артқы фонда балалар шулап, шумно болып жатса, кешірім сұраймын. Менде уақытым тығыз еді. Барымша тырысып, сіздерге де тез-тез видеомды редактировать етіп салуға тырысып жатырмын. Ал ары қарай құрғақ ингредиенттерді қосамыз. ұн, какао, қопсытқыш. Осы қамырымызды жақсылап тұрып араластырып, қолымызбен иілеп, бетін жауып, пакетке салып, немесе мен сияқты орап салсаңыздар болады. Холодильникке начинкамыз дайын болғанша 400 грамм қаймағымызды салып, үстінен 3 жұмыртқа, 100 грамм қант, барлығын жақсылап араластырып, үстінен 3 ас үлкен қасық кукурузный крахмалымызды қосамыз. Өте жеңіл жасалынады екен бұл пирог. Өзім бір апта созып, жасайын ба деп ойланып жүрген кезде 15 минутта жасалатын пирог екен. Және өте дәмді. Ары қарай орео печеньяларын осылай қолмен немесе турап салсаңыздар болады. Енді формамызды дайындаймыз. Жабыспау үшін маймен жағып шықсаңыздар болады. Ары қарай қамырымызды алып, ақырындап жайып, формамызға сәйкестендіреміз. Үстінен құймамызды құямыз, начинкасын. Және осылай ореомызды екіге бөліп, бетіне оформление безендіреміз. Ал духовкада 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Мен кішкене ұзағырақ 30-35 минут ұстап қалдым. Сол үшін беті кішкене күйіп пісті, бірақ өте дәмді және әдемі деп ойлаймын. Ал ас болсын, комментарияға жазып кетіңіздер қалай шыққанын.